Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде Toyota Camry 40-тық көлікте таңертең қыздырған кезде перебоймен, ыстығы перебоймен тұрады. Сондықтан мотор тестермен қарауға жөн көрдік. Көлікте 4-ші цилиндр пропуск воспламенения. Диагностикамен қараған кезде сол цилиндрді алып тастап, бір аталамда катушкасында тексеріп, катушкасын дәл осылай датчикке салып тексеруге де болады. Сосын және де компрессия клапандарын тексеруге де болады. Бұл көліктің қозғалтқышында компрессия төмен 10-ды көрсетіп тұр. Кольца деп негізінде иелері ойлаған, бірақ кольцадан емес. Бізде қазір заключениесінде обнаружен нетипичный фаза газораспределения. Бұл бізде метка дұрыс келмей тұр дейді. Метка сәйкес. Мысал үшін мына тістер, мына кулачоктар тіп-тіке қарап тұр ғой, ал мынанікі жоғары төмен түсіп тұр. Осы екі меткісі келмей тұру мүмкін, әбден мүмкін деп көрсетіп тұр. Және де бізде мұздай клапандарға ауа дұрыс ішіне жетпейді дейді. Соның кесірінен бізде холостой ход 1000 обороттан бастап көлік холостойда дірілдеп, іркілдеп, драйвта тұрғанда дірілдеп тұратын себебін анықтаған болатынбыз. Бұл көлікке клапандарын головкасын ашып, клапандарын тексеру керек болады. Жаңа эндоскоппен қарап едік. Бұл жерде эндоскоптың ішінде клапан сальниктер май кетіп тұр, және клапан сальник, клапан, мұздай клапан дұрыс жабылмай тұр. Осылай міне диагностикасын қараған болатынбыз.